Жалпы бұл рақымшылық нені көздейді? Оның мақсаты неде? Бұл жердегі басты мақсат біреу. Амнистия подпадает 280 статей Кодекса административных правонарушений. Из них 58 статей по линии Министерства внутренних дел. Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Сегодня мы записываем очередной подкаст Института парламентаризма с видными государственными деятелями, посвященный одной из актуальных проблем казахстанской современной повестки – уголовной и административной амнистии в Казахстане. Позвольте мне представить сегодня наших гостей в студии. Абзал Темирғали Успан, депутат Мажилиса парламента, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, и Багамбек Есенбекович Айтбаев, заместитель председателя Комитета административной полиции МВД. Студияға қош келдіңіздер. Бүгін біздің студиядағы подкаст екі тілде жүргізіледі. Осыған орай біздің қонақтарымызға өзінің қай тілде жауап беруге болады. Сегодня мы обсуждаем тему, которая вызывает большой широкий общественный интерес и имеет большое значение как с правовой, так и общественной точки зрения. Речь идет об уголовной и административной амнистии в Казахстане. Амнистия традиционно вызывает в обществе разные оценки. Для одних это проявление гуманизма со стороны государства, для других слишком мягкий подход к лицам, совершающим правонарушения. Однако в действительности амнистия – это гораздо более сложный правовой институт. Она отражает то, каким образом государство стремится сохранить баланс между принципами справедливости, гуманизма, законности и общественной безопасности. Напомню, что в 2025 году в Казахстане была проведена уголовная амнистия, приуроченная к 30-летию Конституции Республики Казахстан. Сегодня подводятся итоги реализации этого закона. Наряду с этим впервые на повестку дня вынесен вопрос об административной амнистии в Казахстане. В ходе сегодняшней беседы мы постараемся ответить на вопрос о том, какова правовая природа амнистии, с какой целью она проводится, какие проблемы возникают при ее реализации и ее значение для общества и правовой политики страны. Осы орайда Абзал Темирғалиұлы әдеттегідей сұхбат өзіңізден бастаса, енді қоғамда амнистияны кейде жазаны жеңілдету немесе жазадан босату ретінде халық солай қабылдайды. Бірақ оның саяси құқықтық мазмұны әлдеқайда кең. Сіздің ойыңызша амнистия институты мемлекеттік қылмыстық саясатта қандай орын алады? Және ол мемлекет пен қоғамға қандай міндеттерді шешуге мүмкіншілік береді? Рахмет сұрағыңызға. Шынында да бұл сұрақты бізде әдетте осы енді амнистия туралы заң шыққан кезде журналистер тарапынан, болмаса бір өзіміздің сайлаушыларымыздың тарапынан қойылып жататын, бір сөзбен айтқанда қоғам тарапынан жиі қойылатын сұрақтардың бірі, жалпы амнистия дегеніміз бұл ең бірінші кезекте мемлекеттің саясаты. Жалпы кез келген мемлекеттің саясаты сыртқы саясат, ішкі саясат деп бөлінетіні бәрімізге белгілі. Әр жағда ішкі саясат қалай бөлінетіндігін көп адамдар біле бермейді. Ішкі саясаттың ішінде мысалы үшін әлеуметтік саясат деген бар. Әлеуметтік саясаттың ішінде қылмыстық саясат деген кәдімгі ресми осылай жіктеледі. Бұл осы қылмыстық саясатымыздың, Қазақстан Республикасының қылмыстық саясатының бір бөлігі осы амнистия. Бұл амнистияның бай тарихы бар. Біз соны кеңес заманында да болған. Енді біз қалай болғанда да біз қылмыстық заңнамамызды өзгерткен кезде сол кеңестік кезіміздегі бай тәжірибемізді алып тастай алмаймыз ғой. Өйткені ел, халық, бұл саясат өзгеріп жатқанменен халық сол халық, сол психология дегендей. Сондықтан көп жақсы жақтарын біз қалдырдық, соның бірі мынау амнистия. Енді жақсы кеңес үкіметі кезіндегі амнистияны қозғамағанның өзінде біз тәуелсіз Қазақстанның тарихында бұл 11-ші амнистия екенін жарияланып отқан. Бұның ішіне мынау қаңтар оқиғасы кезіндегі амнистия кірмейді. Қаңтар оқиғасы кезінде ол нақты бір оқиғаға, сол оқиғаның қатысушыларына ғана қолданылды, ал негізі бізде амнистияның табиғаты бұл жаппай сипатталады. Яғни амнистия бұл мемлекетіміздің саналы түрде мынау жазатайым осындай қылмысқа барған азаматтарға беретін мүмкіндігі. Яғни біздің мемлекетіміздің саясатының кәдімгідей маңызды бір бөлігі деп айтсақ болады. Бәрімізге енді осы тәуелсіз Қазақстан кезінде жарияланып жатқан амнистия туралы заңдардың қай-қайсысын көтерсек те бір заңдылықты байқаймыз. Ол мына
ауыр және аса ауыр санатта қылмыс жасаған азаматтарға қатысты олар қылмыстық жауапкершіліктен босатылмайды. Рецидив, яғни қылмыстың қайталануы немесе қауіпті қайталануы орын алған жағдайда оларға қатысты амнистия қолданылмайды. Сонымен қатар жекелеген бір қылмыстық түрлері, ол жаңағы экстремистік, террористік, жалпы мына мемлекетке, болмаса мына қоғамға, жеке тұлғаға үлкен қауіп төндіретін қоғамға қылмыстарға қатысты қолданылмайды. Бұл жердегі басты мақсат біреу, ол әлі жаңағыдай түзелу мүмкіндігі бар, қылмысты алғаш рет жасаған және оның қоғамдық қауіптілігі жоғары емес санаттағы адамдарға қолдану, соларға яғни мүмкіндік беру мақсатында қолданылатын мемлекеттің саясаты. Рахмет сізге. Мы уже практически перешли к итогам уголовной амнистии 2025 года. Для общества самый важный вопрос не только зачем принимался закон, но и что он дал на практике. Осы арада Азамат Өмірғали, сіз өзі бастап кеттіңіз. 2020 жылы өткен қылмыстық амнистияның жалпы саяси құқықтық нәтижесі қандай болған, соны тағы бір айтып өтсеңіз. Енді амнистия бізде қандай жағдайда қабылданады? Ол бір мемлекеттің өте бір маңызды даталары, оқиғаларға орай, мемлекеттік маңызы бар оқиғаларға байланысты қабылданатын рақымшылық актісі. Былтырғы 2025 жылғы амнистия, бұл енді біріншіден айта кетуіміз керек, енді депутаттардың бастамасымен Қазақстан Республикасы парламентінің соның ішінде де сағафтар ретінде өзімде бармын, жұмыс тобының жетекшісі болдым. Осы амнистия ол Конституцияның 30 жылдығына орай қабылданған еді. Жалпы енді 15 мыңдай адамға қамтылған деп есептедік. Сол есептен көп алысқа кеткен жоқпыз. Бір енді 700-800 адам артығырақ қамтылды. Болжам бойынша 15 мың адам қамтылу керек. Соның ішінде енді 4100 адам бас бостандығынан айыру орындарынан босатылды. Бұл жаңағы бұның алдында айтып кеткендей белгілі бір санаттарға, категорияларға сәйкес келетін тұлғаларға қолданды. Енді сол бұл жерде біз енді ол амнистия қолданғаннан кейін оның барысын біз зерттейміз ғой, зерделейміз. Қандай жағдайда, бұның бір жағдай теріс факторлар болған жоқ па деген бағытта бірінші кезекте қараймыз. Сол 15 мың адам ішінен 8 адам қайталап қылмыс жасаған екен. Оны айтпай кетуге болмайды. Енді процентке шығатын болсақ, өте төмен көрсеткіш. Әрине ол 8 адам биылғы амнистияға ол ілікпейді. Бірақ сол осы 8 адам қайталап қылмыс жасағанда, сол 15 мың адам үшін жасағандығы ол амнистияның былай дұрыс қолданылғандығын көрсетеді. Жалпы негізгі мақсатымызға қол жеткіздік деп айта аламыз. Ол проценттік отношений, низкий процент дейді ғой, 8 адам өмірдің ішінде. Өте жақсы көрсеткіш. Если уголовная амнистия в Казахстане уже известный правовой механизм, то административная амнистия тема новая. И для общества пока еще до конца непонятно. Енді осы орайда Бағлан Есенбекович, қазір таңда жалпы рақымшылық нені көздейді? Оның мақсаты неде? Сол туралы айтып берсеңіз, және алдағы мемлекет тарапынан бұндай шаралар әлі тағы да бола ма? Сұрағыңызға рахмет. Баршаңызға мәлім, елімізде әкімшілік тарихта бірінші рет өткізілуде, және жаңа конституция қабылдауына орай жарияланды. Әкімшілік бұл құқық бұзушылықты ақтау емес, гуманизацияға бағытталған маңызды шешім. Бұл шара азаматтардың қаржылық жүктемесіне азайтуға көзделген. Азаматтар заң талабын сақтау міндетінен және жауапкершіліктен босатылмайды. Тек қана айыппұлдар қысқартылады, босатылады содан. Мемлекет тарапынан қазіргі таңда көрсетіліп отырған бір реттік шара. Мен осы жерде бір толықтыра кетсем, бұл енді әкімшілік, рақымшылық алғаш рет өзіміз тап келіп отырмыз ғой, бұл туралы енді бұл мемлекет басшысының бастамасы екендігін айтып келеді. Осы құқық қорғау қызметкерлерімен кездесу барысында мемлекет басшысы конституцияға қол қою барысында мемлекет басшысы алғаш рет осы ұсыныс айтты. Жаңа ішкі істер министрлігімен депутаттар бірлесе отырып дайындаған құжат бұл. Және бұның тағы бір ерекшелігі, бұл тек қана Қазақстанда емес, жалпы мына тмд елдерінде осы кезге дейін мұндай жаппай әкімшілік, рақымшылық қолданылмаған. Сондықтан бұл енді алғаш рет қолданылып отырған заң іс-шара, үлкен маңызды іс-шара. Бұл жерде және азаматтарға жаңа айта кететін бір мәселе, олар жаңа рақымшылық қолданылсын деп
жаңағы бір жаққа барып істелініп немесе арыз жазудың қажеті жоқ. бұл жерде бәрібір мемлекеттік органдар мінекей ішкі істер министрлігі негізгі жүктеме осы ішкі істер министрлігіне беріліп отыр. Өйткені енді шамамен айтқанда сол айыппұлдары кешірілетін жаңағы әкімшілік істердің 70% осы ішкі істер министрлігіне қарайды. Қалғандар енді кіріс министрлігі бар, басқа да мемлекеттік органдар бар. Яғни әр орган қазір мына цифровизация мүмкіндіктерін пайдаланып отырып, азаматтарды мазаламай өздері жүзеге асырып отырса. Нәтижесі бойынша қарайтын боламыз. Мүмкін кейін енді оны ол заңды, ол бағытты осы тәжірибеге қарай отырып толықтыратын шығармыз. Рахмет сізге. Ильдар Владимирович, почему возникла идея провести административную амнистию? Какие задачи она решает? На какие нарушения она может распространяться? И вообще, какие мы ожидаем от него социального и правового эффекта? Ну, в первую очередь здесь необходимо отметить, что это направлено для поддержания социально уязвимых слоев населения. Почему? Кто не может оплачивать длительное время штрафы? Есть, мы когда изучали, нам представили материалы годичные, двухгодичные, трехгодичные давности. То есть, если человек не может оплатить штраф, допустим, 70 тысяч тенге, значит, у него реально материальные проблемы. То есть, мы должны дать им возможность, чтобы они могли оплатить и снять аресты с карточки, с банковских счетов и так далее. Имущество, ограничение. Но, как уже до меня уже было отмечено со стороны представителя уполномоченного органа, человек освобождается только от штрафа. Но от административной ответственности не освобождается. Здесь надо на это обратить внимание. Потому что в Кодексе об административных правонарушениях есть обычно за повторное нарушение в течение года предусмотрено более жесткие меры. То есть человек от ответственности не освобождается, а освобождается только от уплаты штрафа. Рахмет сізге. Енді Бағлан Алексеевич, осы орайда в целом для понимания граждан осветите, пожалуйста, основные моменты этой ожидаемой административной амнистии. В рамках административной амнистии от уплаты штрафов освобождаются это физические лица, граждане Республики Казахстан, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, юридические консультанты. Амнистия распространяется исключительно на административные штрафы, как уже было отмечено, неоплаченные в день введения в действие закона. Это необходимо это отметить. Обязательное условие, да. Административная амнистия не распространяется, хочу отметить, на правонарушения, создающие угрозу жизни людей и общественному порядку, как тоже было отмечено. Вот такие есть требования. Такие как незаконный оборот оружия, наркотиков, грубые нарушения правил дорожного движения, к примеру, это вождение в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу движения и другие нарушения, повлекшие лишение водительских прав. А также предусматриваются повторные правонарушения, не подлежат, и дела рассматриваемы в судами. Следует отметить, что основная часть, подпадающая под амнистию, это по линии безопасности дорожного движения. Здесь более 858 тысяч штрафов на сумму 12 миллионов 900 тысяч. Примерно предварительные такие цифры у нас сейчас имеются. К примеру, такие статьи подпадают: несоблюдение правил дорожных разметок, дорожных знаков, это 601 статья, часть 1, уклонение от уплаты парковки, статья 597, часть 4, прим. 1, нарушение правил дорожного движения пешеходами, это 615, часть 1, нарушение правил использования ремней безопасности, статья 593, часть 2, эксплуатация транспортных средств с незначительными неисправностями, 590, часть 5, это, то есть, трещины на лобовом стекле, там не горят ходовые огни, разные, может, протекторы колес, износ резины, в этом направлении. А также пользование сотовым телефоном, 591 статья, часть 1. Вот по линии общественной порядка необходимо отметить следующие статьи. Это первое: распитие или появление в общественном состоянии опьянения, это статья 440, часть 1.
нарушение паспортного режима, статья 492, часть 2, это прописка по месту проживания, просроченное удостоверение личности и так далее. Нарушение тишины, 437, часть 1 статья. Курение в запрещенных местах, это 441, часть 1 статья. В таком направлении, но в то же время в целом в Кодексе административных правонарушений имеется более 600 статей, особенной части, по которым также имеют право составлять протоколы и принимать решения 70 субъектов административной деятельности. То есть будут затронуты, как было уже сказано, деятельность практически всех государственных органов. Всего под действием амнистии подпадает 280 статей Кодекса о административных правонарушениях. Из них 58 статей по линии Министерства внутренних дел. В настоящее время сейчас предварительный мы анализ провели. Списанию подлежат 1 миллион 400 тысяч штрафов на сумму 21 миллиард тенге. В том числе по линии Министерства внутренних дел это 1 миллион штрафов на сумму 17,9 миллиардов тенге. Рахмет сізге. Енді Владимир Семенович, после принятия закона об амнистии, его реализация зависит от правительственных органов. Как будет произведена И государственных органов. правильно, и государственных органов, да. Как будет произведена работа, чтобы закон применился правильно и права граждан не нарушались? Вот в этом направлении какая работа ведется? Реализация закона будет осуществляться в автоматическом режиме путем направления СМС-сообщений с номера 1414. Гражданам не потребуется писать заявление, обращаться в государственные органы, поскольку это будет проводиться в автоматическом режиме. И необходимо отметить, здесь ключевую роль сыграет Комитет правовой статистики и специальным учетом Генеральной прокуратуры. В свою очередь, комитет будет формировать списки лиц, подпадающих под амнистию. И это будет формироваться в системе единого реестра административных правонарушений ЕРАП. Уполномоченные органы, государственные органы по указанному списку уже будут принимать соответствующие решения по освобождению штрафа. Что касается по материалам, как было уже отмечено здесь, которые находятся у судебных, частных судебных исполнителей в принудительном взыскании, здесь то же самое, система будет автоматизирована, но только будет подать уже в систему судебных исполнителей. И в то же время со снятием ограничений, наложенных ограничений, это арест на имущество, разблокировка счетов и так далее. И последнее, то, что вы сказали, по реализации амнистии, возникновение рисков нарушения прав граждан исключаются, поскольку, во-первых, система автоматизирована, сам процесс, во-вторых, реализация закона четко регламентирована в законе. Жақсы, рахмет. Бүгін біз амнистия институтының құқықтық табиғатын, 2025 жылы өткен қылмыстық амнистияның нәтижелерін, сондай-ақ Қазақстан үшін жаңа бағыт бұл әкімшілік амнистия мүмкіндіктерін және шектерін қарастырдық. Енді осы эфир уақытының соңында біздің спикерлерден біздің бүгінгі подкасттың мағынасына сәйкес 1-2 өзекті ұсыныс немесе бір қорытынды ой сұрасақ. Рахмет. Өткен жылдың осы амнистиясын қолдану тәжірибесіне сәйкес менен депутат ретінде соның жалпы орындалуын өзім тарапынан енді сол заңның автор ретінде, жұмыс тобының жетекшісі ретінде қадағаладым. Сол кезде қандай жағдайлар келген болды. Сот тәжірибесінің біркелкі қалыптаспауы. Соны қарап, енді барлық жаңа сот әртүрлі өңірлерден соттың актілерін алып қарап отырсам, бір жерде жаңа амнистия қолдану болмайтын адамдарға қолдану керек адамдарға қолданбау фактор. Яғни сот тәжірибесінің әртүрлілігі көзге белгілі болды. Сол бойынша депутаттық сауал жолдадым бас прокуратураға, бас прокурор қолдап наразылық берді. Сол наразылыққа сәйкес көптеген сот актілері заңға сәйкестендірілді. Соның ішінде белгілі істердің ішінде мынау Жомарт Ертаев деген банкир 200 миллиардтың үстінде берешегі бар, оны өндірмеген. Оның ішінде мемлекетке берешегі 2,5 миллиардтай. Бірақ оған амнистия қолданып жүрген сол жерде жергілікті. Соны қайтардық қой. Ішкі істер бөлімі бас прокуратураның наразылығына сәйкес. Енді осындай жағдайлар қайталанбау үшін
Бұл әрине енді бізде қазір мәжіліс қарап жатыр. Алдағы уақытта енді құрылтай депутаттарына енді кім өтелік міндетті сол аманат, бірақ қоғамда бұны мейлінше қарап, мейлінше жаңағыдай баға беру керек. Бұл жерде қоғамдық бақылау деген арнайы заң қабылдадық біздер. Былайша айтқанда бұл бір кездегі советтік санадан арылуымыз керек, жаңағы арыз қойлы басқа деген. Дамитын қоғам бір-біріне әрине домалақ арыз жазбайды, бірақ сынайды. Заңның аясында әрекет етеді. Сондықтан әрбір қоғам өкілдері осы амнистиямыздың орындалу барысын қадағалауға құқылы. Мен осыны айтқым келеді. Әрине бұл қоғамды бақылау заңға қабылданды. Әрине біздің қоғам алғары ілгері жүру үшін осындай әрекеттер болып жатыр. Рахмет сізге. Өзіңіз қалайсыз? Осы сәтті пайдалана отырып, еліміздің азаматтарын заңға бағынуға және заң мен тәртіп қағидатын сақтауға шақырамыз. Ең дұрыс шешім тәртіпті сақтап, рақымшылыққа үміттенбей, заңды құрметтеу қажет. Тек бірге қауіпсіз қоғам құра аламыз. Нұртай Қонысбайұлы, сізге осындай өзекті тақырыпты қозғап отырғаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Енді эфир соңында біздің спикерлерге мазмұнды сұхбаттар үшін шынайы алғысымызды білдіре отырып, жұмыстарына толағай табыстар тілейміз. Құрметті көрермен, назарларыңызға рахмет. Күндеріңіз сәтті, еңбектеріңіз жемісті болсын.